Артрит бұл буынның тозуы салдарынан пайда болатын жағдай. Қарт адамдарда шамадан тыс тозу немесе артық қолдану салдарынан сүйектің ұштарында орналасқан және буынның қалыпты қозғалысын қамтамасыз ететін шеміршек қабаты жұқарады және сүйек ұштары бір-біріне үйкеледі. Бұл артритке әкеледі. Артриттің ең жиі кездесетін орындары тізе, жамбас, иық немесе бірінші карпометакарпальды буын, яғни бас бармақ буыны. Сондықтан не болады? Науқаста ісіну пайда болады. Буын қозғалысында қатты ауырсыну болады. Буынның қозғалысы азаяды және егер ол жоғарғы аяқ-қолдарда, мысалы иық немесе білекте болса, науқас заттарды ұстауда немесе бұруда қиындықтарға тап болуы мүмкін. Егер ол тізеде болса, науқас отырғыштан тұруда немесе баспалдақпен көтерілуде қиындықтарға тап болады. Сондықтан бұл артритте жиі кездесетін белгілер. Артритті емдеу, оның ауырлығына байланысты. Егер ол жеңіл жағдай болса, оны дәрі-дәрмектермен емдеуге болады. Орташа жағдайларда біз шина деп аталатын нәрсені қолдана аламыз. Жеңіл ауыр жағдайларда буын ішіне инъекциялар беріледі, яғни инъекция тікелей тізеге, жамбасқа, иыққа немесе білезікке енгізіледі. Егер ол өте ауыр жағдай болса, онда хирургиялық араласу қажет болуы мүмкін.